Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең ақпанның 21-не арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Бүгін ешкімнен қарыз алмаңыз, әсіресе туысқандардан қарыз сұрамаңыз. Сондай-ақ бүгін жақындармен қарым-қатынастарды нығайтатын күн. Денсаулығыңыз сыр беріп жүр, ұйқыңызда тыныш емес. Бұған себеп орын алып жатқан мәселелер мен зиянды әдеттер болуы мүмкін. Ешкімге сенбеңіз, тіпті таныстарыңызға да сенім артуға болмайды. Сіздің ақкөңілділігіңізді пайдаланатындар болады. Қиын күн, әсіресе саудагерлер мен жолға шыққан адамдар үшін сәтсіз күн болмақ. Мүмкіндігіңіздің аз екенін байқайсыз. Жұмысқа қатысты өзгерістер болмайды. Жаңа әдістер мәселе туындатып, шығынға ұшыратады. Ең дұрысы, үйреншікті іспен айналысыңыз. Денсаулығыңызды күтіңіз, өзіңізге күш түсіретін іспен айналыспаңыз, әйтпесе бүйрегіңізге зақым келтіріп аласыз. Күніңіз қарбалас өтсе де сәтті болады, тек жолда жүргенде сақ болыңыз, себебі жарақат алу қаупі бар. Бүгін романтикалық күн, кештің иесі болады. Бүгін өз махаббатыңызды жолықтырасыз, бақытыңызды бағалай біліңіз. Мазасыз күн, күш қуатыңызды қайта қалпына келтіру үшін біраз уақыт керек. Спортпен айналысыңыз, зиянды әдеттерден бойда аулақ ұстаңыз. Маңызды сұрақтарға жауап тапқыңыз келеді, біраз шаруаны тындыруға болар еді, бірақ жалқаулық басып тұр. Бүгін жалғыз қалмауға тырысыңыз, себебі қорқынышты ойлар келіп, үрей бойыңызды билеп алады. Ең дұрысы достармен кездесіңіз. Бір басыңызға жетерлік мәселе бар, олардың барлығын жалғыз өзіңіз шешетін боласыз. Бүгіннен бастап спортпен айналысыңыз. Ақпанның 21-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай, жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».